Саламатсыздар ма балалар? Бүгін бізде 131-ші сабақ дара және күрделі сан есім. 44-ші жаттығу мәтінді түсініп оқы. Алматы облысы Есік қаласынан табылған алтын адам бейнесі дүние жүзін таңғалдырды. Қорғанға сақтың жас көсемі жерленген екен. Оның тәжінен бастап аяқ киіміне дейін жылқы, барыс, таутеке, арқа және түрлі құстардың бейнелері 4006 әшекейге қадалған. Бас киімнің алдыңғы жағынан 4 алтын жебе салынған. Мәтін мазмұны бойынша бір-біріне сұрақ қойыңдар. Мәтіннен сан есімді тап. Олардың дара, күрделі екенін ажырат. Дара сан есім 4, күрделі сан есім 4006. Қырық бесінші жаттығу хабарландыруды оқып, оның дұрыс жазылмағанын дәлелде. Хабарландыру. Сәуірдің 21 күні оқушылармен ұлттық мұражайға саяхат жасалынады. Мұражайға кіру ақылы. Дәлелдеу барысында төмендегі сұрақтарды басшылыққа ал. Хабарландыру кімдерге арналған? Хабарландыру дүние туралы жазылған. Хабарландыру балаларға арналған. Хабарландыруда балаларға мұражайға баратыны жайлы жазылған. Енді біз дұрыс хабарландыру жазамыз. Хабарландыру. Құрметті оқушылар, сәуірдің 21 күні ұлттық мұражайға баратын боламыз. Мұражайға кіру ақылы. Келесі 46-шы жаттығу. Үлгі бойынша өзінің хабарландыру жазып көр. Үлгі хабарландыру. Құрметті оқушылар, ертең 14 наурыз күні сағат 15:00-де мектептің акт залында кімнің мекені жақсы ертегісі бойынша қойылым болады. Кіру тегін. Хабарландыру. Құрметті ата-аналар, 15 наурыз күні сағат 15:00-де мектепте акт залында жиналыс. Түгел келіңіздер. Балалар, менің каналымды көбінесе балалар кіріп көріп тіркелмей кетеді екен. Осы каналға тіркеліп кетіңіздер. Бізде 47-ші жаттығу. Жұмбақты оқып, шешуін тап. Бірін қоштаған, бір үйден көрдім. 42 дос жаран. Жұмбақтың сан есімдердің дара, күрделі екен ажырат. Жұмбақтың жауабы 42 әріп. Дара сан есім 1,
Күрделі сан есім 42. Қырық сегізінші жаттығу сурет бойынша әңгіме құрастыр дейді. Есен мен Аман және Айша үшеуі қозы құйрық теруге орманға барды. Ол жерде қозы құйрықтар өте көп екен. Оны байқаған балалар бірін-бірімен жарыса теріп кетті. Лезде толған себеттерін көтеріп, қуана үйге қайтты. Балалар, осы каналды жоғалту болмау үшін каналға тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.